ағайындар, рахмет. Асыл Дұрыс эфирің қолдаймыз. дәмді өтсін. Рахмет әлмен. Жаңа дейін бек кіммен қырылып отырды? Что-то немене болып кетті, мен артынан кірдім ғой. Жаңағы эфирде ма? Иә. Енді жаңағы эфирде Сосын Асыл Асеке. Ау. Мен сосын айттым ғой, соңынан қосылдым депші. Ильяспын ғой. Жаңа бір жігітпен сөйлесіп отыр едіңіз ғой, жаңа Россия бойынша. Енді мен өзім бұрыннан өзім ортамда да жігіттерге де айтамын. Енді ойбай осындай деп әңгіме жүріп отқан кезде мен өзім ойлаймын да, өзім ойым енді. Бұл Қытайға қарағанда орысымыз жақсы деймін да, негізінде. Оларға орысқа қарсы шығып, былай бүйтіп болмаса, баяғы Совет одағынан қалған вооружение бізде ескірген, оны жаймен жаңалатып жатыр ғой енді, бірақ олардың кіруі, кірмеуі вряд ли деп ойлаймын, бірақ негізінде. Кірсе осындай. Бірақ мен айтамын, қасымызда ол геополитический, ол сосед, никуда не денешься. Ол қасымыздағы сосед. И Қытай да сосед, и ол да сосед. Екеуімен де жақсы тұруымыз керек, ләж болса ерегіспей, ұрыспай. Бірақ под боком ол Қытайға қарағанда орыс жақсы деп ойлаймын. Себебі орыс баяғыдан біліп қалған орысымыз бір-бірімізді білетін уже. Мен ойым сол. Қазақ тілі қай тілдің астында жатыр? Қазір бізде қай тілмен біз айтқанда қазақ тілі текетірес қошқар маңдай болып орысып жатыр. Қай тілмен біз? Айта аласың ба? Тағы да сұрағын қайталайыншы, орыс тілді айтып жатсың ба? Орыс тілді? Иә, қазақ тілі қазір қай тілмен қарама қарсы деп. Орыс тілмен ғой, орыс тілмен. Иә, енді қара. Егер сен мына өзің айтып жатқандай геополитика деп айтып кеттің, геополитиканың несін сен былай аздап болсын оқитын болсаң, геополитикада егер әр елді сен бодандатуға былай айтқанда пиғылың болса, сен ең бірінші тілді енгізесің. Иә, конечно. Олай болу керек қой негізі. Иә, енді қара, сонда біз қытайша сөйлеп отырмыз ба, қазір әлі орыс тілмен қырылысып отырмыз ба? Қай тілде сонда? Қай елдің бізге деген империалдық ала көз қарап отыр? Естественно ғой, орысша болып тұр ғой, бәрін қарсы шығып жатқан сол болып тұр ғой қазір. Қазіргі тенденция соңғы кезде. Ойбай, орыс тілі мынандай, ойбай, орыстар сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Қазақ туралы, Қытай туралы бұл жерде вообще әңгіме жүріп жатқан жоқ. Жоқ, сенің үрдісің деймін, айтқаның мысалға, сенің баяғы кеңес үкіметінің несі ғой, идеологиясы ғой, қара Қытай қаптаса, орыс әкеңдей көрінеді деген. Соны саған келтіріп отырмын ғой, сен қазір қай тілмен, сен Қытай тілмен мысалы қарсыласып жатқан жоқсың ғой мысалы. Қытай тілін алып тастайық, Қытай тілін бүйтейік деп. Сондықтан Қытайдың мысалға бізге империялдық ала көзін бізге салған жоқ әлі. Өткен тарихты қарайтын болсаң, сонау Абылай ханды айтпай ақ қойын. Абылай ханның кезінде Екатеринаның сасық саясаты болды. Жоңғарларға зеңбірек оқ дәрі беріп, бізге былай бермей, арамызға қараңыз. Ол жерді қоя салшы жарайды. Мына кейінгі жақын соңғы ханымыз, Кенесары ханымыз кіммен арпалысты? Қай империямен соғысты? Орыстармен ғой? Орыстармен емес, Ресей империясымен. Иә, Ресей империясы. 30-шы жылдар зұлмат заманында біз қай империяның зардап шектік? Опять же орыс қой, потому что составта Совет одағының составында болған екен. Ресей. 56-шы жылғы біздің қазіргі әнұранымыз аздап өзгертілген. Біздің қазақ вальсінің королі былай айтқанда. Шәмші ағамыздың. Қай кезде жазылған? Иә, Шәмші ағамыздың. Қай кезде жазылды ол өлең, қазір әнұран болған? Білесің ғой? Иә. 56-шы жылғы тың игеру басталған кезде, біздің мен туып өскен Павлодар, осы солтүстігі 5 облысты Ресейдің жеріне қосамыз деген Хрущевтің қағидасынан шығып, сол кезде қазақтың ұлтшылдық намысы оянсын деп, менің Қазақстанды осы әнді шығарған. Иә, Хрущевтің кезінде. Сол Хрущев қай жерде отырды? Орындығы қай жерде болды? Жұмыс орны? Москвада болды ғой, Ресейде. Вот. 86-та кім қырды? 86-та кім қырды? Енді 86-та бұл Совет одағында болдық қой. Ол жерде Армения кірді. Жоқ, 86-да кім қырды? Кімнің үрдісі, кімнің бұйрығы жүрді? Ол жерде ұлт туралы сұрап жатқан жоқ мысалы. Жоқ, орыстар ғой, орыстар, Совет өкіметі. Орыстар емес, Кремль, кеңес өкіметі.
Мгм. Сен олай ұлтқа бөлме. Өзіміздің арамызда қазағым деп жүрген көк көздеріміз де бар оның. Сосын мына соңғы өзіміз мына егемендік алғаннан бері, әйтеуір міне егемендік алғаннан бері мына солтүстік Қазақстан біздің жер, қазақтар сендердің мына тұрып жатқан жерлерің сендердікі емес, негізі біздікі деп жатқан. Кім айтып жатқан оны? Опять же, Ресей. Аха. Енді осының түгелін артқа қайтарда Қытайдан қандай сөз, неше рет сондай сөз шықты, айтшы. Қытай біздің неше қазақты қырды, айтшы. Ондай ақпарат жоқ қой, ол болмайды да ғой. Сонда сен неге Қытайдан қорқып отырсың онда? Жоқ, мен Қытайдан қорқып жатқан жоқпын. Бірақ мына қазіргі әңгіме жүріп жатқанда, Қытай мен орыс салыстырғанда мен айтып жатырмын. Саған лучше орыстың жақын болған жақсы деп мен айтып жатырмын. Жоқ, сен түсінбедің Жоқ, ба, мен білмеймін түсініп тұрмын, қалай екен. бауырым. Сен айтып жатқанын түсініп тұрмын. Миллиондап 20-50 миллион қазақ қырылды. Тумай қалған 50 миллион қазақ бар. Түгел Кремльдің сасық саясатынан, ажалдық саясатынан қырылды. Қытайды мысалы бізге ондай айтып тұрмын, империяшылық ала көзі болған жоқ. Енді керісінше сен қайтадан Кремльдің астына барайық деп отырсың мысалы. Жоқ, мен Сен барайық өз деп пікірің жатқан бұл. жоқпын. Бірақ арқамен қараудың да қажеті жоқ деп жатырмын. Мен наоборот, орыстармен қазір бар ғой, орыстармен, қазіргі орыстармен, бұрынғы Ресей, олардың қазір несін мен наоборот қазір айтып жатырмын ғой, жек көріп қалдым қазір соңғы кезде. Но, бір но бар да, оларға Иә. анау, грубо говоря, көтпен қараудың қажеті жоқ деп жатырмын да. Анығы. Кімге қарамау керек? Орыстарға да, Артпен. орыстарға. Орыстарға айтып жатырмын. Орыстарға артпен қараудың қажеті жоқ. Жоқ, Ильяс, мен сенің ойыңды түсінбедім. Сен міне айтып отырсың. Қытайға қарағанда орыс жақсы деп отырсың. Мысалы, сен айттың ғой солай. Мен сен Иә. жаңа тарихи болған оқиғалар айтып шықтым. Мысалға, егер мына Кремльдің саясаты бойынша бізді қолыңа қорған алып, бір жақ қолыңа найза беріп, бізді Қытайға қаратып қойды. Енді біз бері қарай, сонда сенің арқаң Ресей Мәскеуге ашық тұр. Мен керісінше, екі жаққа да берілмейік, бірақ арттан мысалға қанша пышақ сұқылап жатыр, атқылап жатыр. Былай бұрылайық. Әзірше Қытайдан қауіп жоқ. Керісінше былай бұрылайық, қорғанымызды осы жаққа қарай бұрайық, найзамызбен деп жатсам, сен жоқ. Қайтара Жоқ, бағана сен айтқан Мәскеуге мәліметтердің бәрі дұрыс та, бұрын орыстардан көріп жүрген. Бірақ сен Қытайды учетқа алып жатқан жоқсың. Сен ол учет Қытайдың да несі арам пиғылы өте көп Қазақстанға Ильясқа сөйлеп Иә, иә. жатқан қазір. Иә. Мен Ильяс. Мен бір айта кетейінші мұнда. Баяғыда тарихтан алатын болсақ, мына Майқы би деген бабамыз болған, естулеріңіз бар шығар. Ол кісі жаңағы көріпкел кісі болған, ұйықтап қалғып отырған кезде ол кісіге аян береді екен жаңағы ата бабамыз. Сол кісі бір көрген түсінде айтады, менің ұрпағым дейді, ұрпағым. Мына шығыстағы көзі қысық, тісі қисық көршімнен көрі дейді. Мына теріскейдегі көзі шегір, өзі жемір көршіден көп зобалаң көретін болады. Тілден де, діннен де, ділден де айырылады деп айтады. Түсіндіңіз ба? Майқы би болжап кеткен. Майқы би деген қазақтың Нострадамусы ғой былай айтқанда. Сонда орысты айтқан ғой, иә, орыс көзі шегір, өзі жемір, жегені жалғаяқ, бірдеңке, ұмытып тұрмын қазір. Сол орысты айтып отыр. Одан кейін мына Бұхар жыраудың өлеңін мен әрқашанда мысалға келтіремін. Бұхар жырау бүйтіп айтып кеткен, орыстар Ресей туралы бүйтіп айтқан. Күн батыстан бір дұшпан, ақырда шығар сол тұстан, өзі сары көзі көк, бастығының аты поп. Күн шығысқа қарайды, шашын алмай тарайды, Құдайды білмес, діні жоқ, жамандықта міні жоқ. Затсыз тексіз жөн кәпір, аузы басы жүн кәпір. Жаяулап келер жұртыңа, жағалы шекпен кигізіп, балдымай жағар мұртыңа. Жемқорларға жем беріп, азды көпке теңгеріп, ел қамын айтқан жақсыны сөйлетпей ұрар ұртына. Бауыздамай шер қаныңды, өлтірмей алар жаныңды, қағазға жазар малыңды, есепке салар барыңды. Еліңді алар қолыңнан, әскер қылар ұлыңнан. Тексізді төрге шығарып, басыңа ол күн туғанда, теңдік тимес құлыңнан. Бұл айтқан сөз Абылай, болмай қалмас артыңнан, естіміні қартыңнан деп. Ресей империясының жаңағы
малды санаққа салып ұлыңды әскер қылатын, бауыздамай шер қаныңды деген жаңағы тілден, діннен, бәрінен айыратын бұқар жырау Дұрысын айтқан бабамыз ғой. айтып кеткен. Өте дұрыс айтқан ғой. Біз неге осы ата бабамыздың айтқандарына мән бермейміз да, жаңағы Қытайда мысалға қазақтардың телеарналары бар. Қазақша сөйлейтін жаңағы телеканалдары бар Қытайда. Одан кейін мына Қытайда қандастарымыз, бауырларымыздың бәрі өзінің тілін жоғалтқан жоқ, дінін жоғалтқан жоқ, салт дәстүрді бізден қатты ұстанады. Ал біздегі жаңағы местный дейміз ғой, жергілікті қазақтардың бәрі тілден де діннен де айырылып қалды, өкінішке қарай. Екі сөзіміздің біріне паразит орыс сөздерін қосамыз. Енді осы тұрғыда өзіңізге жауап беріңізші. Кімнен көбірек сіз зиян көрдіңіз? Кімді қырды? Кімге мына геноцид жасады? Қытай ондай нәрсе Қытайдан біз көрген жоқпыз осы күнге дейін. Соның бәрін объективно қарап, кішкене анализ жасап, одан кейін бұл жақта біз сіз айтып жатсыз ғой, қазір сондай үрдіс жүріп жатыр, ойбай, орысты жамандайды, Ресейді жамандайды деп. Ешкім жамандамайды. Мына тарихи фактілерге мән беріп, тарихи фактілермен соның бәрін әр қазақ көз ашылып, кішкене ойлану керек деп ойлаймын. Қытайда ондай қазір көзім ашылды деп санаймын. Асеке, жаңағы жігіттің аты кім еді? Мен сіздің алдыңызда сөйлескен. Иә. Өте дұрыс айтты, мен қолдаймын, екеуіңізді әңгімелеріңізді қолдаймын. Қазірдің өзінде мен қазір былай бет бұрып, қазір көзім ашылды. Действительно, факт. Рахмет. Жаңа жігіт бауырымыздың аты кім еді? Ильяс, мен саған айтайын, соңғы, мен Астанада тұрамын өзімді, ұлтжанды қазақ. Ринат мен есімі. Ринат. Соңғы, қаңтар қысқы олимпиадалық ойында Ақжарқын деген қарындасымыз алтын медальға иегері болып, қай тілде сөйледі ол? Интервью берген. Оны мен білмедім, көрген жоқпын. Қытайдың қазағы ма? Соны қарап отырмын. Қытайдың қазағы, Қытайдың атынан шыққан. Иә. Дзюдодан ба? Жоқ, конькиден. Қысқы ойындарында. Қыста болған осы. Сонда қазақша сөйледі. Сонда одан Қытайдың каналдар интервью алып отыр мысалға. Сосын сен қара, мысалға Ресейдің жеріндегі өзіміздің қандастарымызбен сол Қытайдағы тұрып отқан қандастарымыз ахуалдарын салыстыр. Өмір бақи тұрып келе жатқан Ресейдің жеріндегі қандастарымыз әрі кетсе әйтеуір жинап сілкіп